8 сынып 1 нұсқа. Берілген f от x тең жақшаның ішінде минус азайтылған 4-нің квадраты азайтылған 9 функциясы үшін бірінші парабола төбесін анықтаңдар, екінші параболаның симметрия өсін табыңдар, үшінші OX және OY өстерінің қиылысу нүктелерін табыңдар, келесі функциясының графигінің эскизін салыңдар, парабола тармақтарының бағытын анықтаңдар дейді. Енді бізде біріншісі айтып тұр, иә? Бірінші асы бойынша параболаның төбесін анықтауымыз керек. Біздегі жалпы формуламыз міне мынау. Бұл жердегі формула бойынша m мен n-нің орнында тұрған сандар 4 пен 9 минус 9 болып тұр. Формула бойынша плюс, бірақ бізде минус 9 тұр. Сонда m-іміз бізде 4-ке, n-іміз тең минус 9-ға тең болады. Сонда біздегі төбелері 4 пен минус 9 деген сөз. Екіншісі, параболаның симметрия өсін табыңдар дейді. Симметрия өсі деген сөзіміз бізде x функциясы бойынша. Сонда x тең m-ге, m-іміздің мәні 4 шықты. Сонда симметрия өсі бізде 4-ке тең деген сөз. Келесі. Үшінші есептің біріншісінде OX өсі бойынша, кейін OY өстермен қиылысу нүктелерін табуымыз керек. Бірінші OX бойынша анықтаған кезде, қараңыздар, бірінші X бойынша анықтаған кезде Y-ті 0-ге теңестіреміз. Сонда 0-ге теңестіреміз, берілген бірінші алғашқы формуланы. Сөйтіп формула бойынша жаздық, квадрат теңдеуді ашамыз. Ашқан кезде x квадрат минус 8x қосылған 16 минус 9 болады. Енді квадрат теңдеу келді, дискриминантты табамыз. Дискриминанттың мәні шықты. Бұл жерде 1 мен 7 шықты. Сонда біздегі мына жердегі 1 де 7 де x-тің мәндері, y-ті біз 0-ге теңестірдік. Сонда бірінші мән x 1 болғанда y-іміз 0 болады, және x-іміз 7 болғанда y-іміз 0 болады деген сөз. Ал келесі y өсі бойынша анықтаған кезде бізде бұл жерде x-ті 0 деп теңестіреміз. 0 деп аламызда берілген бастапқы функцияға мына жерге x-тің орнына 0-ді қоямыз. 0-ді қойып есептеген кезде жақшаның ішінен 0-ден 4 азайтсақ минус 4, минус 4-тің квадраты 16, жақшаның сыртындағы минус 9 азайтып тастасақ 7. Біз мына 7 бізге y-ға тиесілі, x-ті біз 0 деп жаздық. Сонда қиылысу өсі 0 мен x-іміз 0 болғанда y-іміз 7-ге тең деген сөз. Төртіншісінде бізде функцияның графигінің эскизін салыңдар дейді. Есептің шартында қараңыздар, мына жерде минус 4. Бұл 4 пен минус 9 жаңа бастапқы параболаның төбесін анықтаңдар дейді. Яғни төбесі сол нүктеде болады деген сөз. Біз анықтап алдық, ол біріншісінде 4 пен минус 9 шықты. Сонда x-ті 4-тен белгілеймін, минус 9-ды y-тен белгілеймін. Бұл төбесі деген сөз. Екіншісінде жаңа x-ті анықтаған кезде 0 болғанда 7 және 0 болғанда 1 шықты, иә? 0 болғанда 1, кейін 0 болғанда 7 деп шықты. Осы екеуінің төбелерін белгіледім. Ал біз y өсімен қиылысқан кезде, тапқан кезде, ол 0 мен 7 шықты. Сонда осы төбелерді белгілеп, шамамен графикті сыза саламыз. Ал үшінші парабола тармақтарының бағытын анықтаңдар дейді. Бұл жерде бізде формула бойынша А-ның мәні, қараңыздар, мына жерде А тұрады. Формула бойынша А-мыз бізге 1-ге тең болып тұр. 1 0-ден үлкен сан, сонда бағыты жоғарғы қарайды деген сөз. Екінші есепте берілген y тең x квадрат қосылған 12x қосылған 11 функциясы берілген. Бірінші f от 2 мен 2 және минус 4 болғанда функцияның мәндерін анықтауымыз керек. Келесі функцияның графигі x және x, кейін y-іміз 11 нүктесінде өтетін белгілі болса, x-тің мәнін анықтауымыз керек. Келесі a-ның мәні 2 болғанда 3, v-ның мәні минус 2 болған 9-ға, нүктелердің қайсы функциясына тиесілі, соны анықтауымыз керек. Келесінде функцияның және кему өсу аралығын анықтауымыз керек. Бірінші есеп бойынша қараңыздар, бізде айтады, мына жерде 2 мен минус 4-ті анықтаңдар дейді. Берілген алғашқы формулаға бірінші 2-ні қойып есептейміз, кейін 4-ті қойып есептейміз. Сонда 2-ні қойып мәнін шығарған кезде 39 шықты, минус 4-ті қойған кезде жауабы минус 21-ге тең болды деген сөз. В шарты бойынша x
пен x-тің мәнін анықтауымыз керек. Y-тің мәні 11 болып тұр. Сонда біз мына алғашқы берілген функцияны тең 11-ге деп шығарамыз. 11-ге шығарған кезде мына екеуі бір-біріне азайтылып кетеді, 0 болып кетеді. Сонда біздегі берілгеніміз қалады x квадрат қосылған 12x тең 0-ге. X-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде жақшаның ішінде x қосылған 12. Сонда екі теңдеу болып қарастырамыз. Бірінші теңдеу бойынша x-іміз 0-ге, екінші теңдеу бойынша x-іміз -12-ге тең деген сөз. Үшіншісінде енді мына нүктелер тиісті ма, тиісті емес па деген сөзді анықтауымыз керек. Қараңыздар, бірінші x-тің мәні 2-ге тең болып тұр, y-тің мәні 3. Бастапқы функциямызға, яғни мына функцияға 2-ні қойған кезде 3 шықса, онда тиісті деген сөз. Есептеп көрдік, 2-ні қойған кезде 3 шықпады, 3 пен 39 тең емес, сонда А нүктесі 2 мен 3 болғанда тиісті емес деген сөз. Ал Б нүктесі -2-ні қойған кезде -9 шықты, онда -2-де x-іміз -2 болғанда y-іміз -9-ға тең деген сөз. Яғни Б нүктесі тиісті деген сөз. Келесі біздегі G-сы функцияның өсу және кему аралығын табыңдар дейді. Мен алдын ала функцияның графигін сызып алдым. Бұл жерде -6-дан плюс шексіздікке қарай бізде өсіп тұр. Ал минус шексіздіктен -6-ға қарай кеміп тұр. Сонда өсу мен кему аралығы міне мынандай болады. Бізде үшінші есеп сынақ алаңынан көкжиекке бұрыш жасай. Қараңыздар, есебін. Сынақ алаңынан көкжиекке бұрыш жасай 2 метр биіктіктен ракета ұшырылды. Биіктіктің уақытқа тәуелділік формуласы берілген. H тең ол 2 қосылған 21-ті -5-ті дейді. Мұндағы H биіктік метр дейді. Т уақытта неше секунд дейді. Яғни бізде графигінде сызып қойған. График деген сөзіміз қараңдар. Біріншісінде график бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Бірінші сұрақ, қай уақытта ракета 18 метр биіктікте көтерілген дейді. Шамамен қарастырсақ, міне 18 метр деген сөзіміз міне мынау. Яғни бұл жерде бізде бір нүктесі көрініп тұр. Екіншісі мына жерде тұр. Яғни 3-тен асады деген сөз. Біз бұл жерден шамамен деп жаза алмаймыз. Сол үшін нақты мәнін есептеп шығаруымыз керек. Нешеде неше болатынын. Енді біз аламыз. H-тың орнына 18-ді қойып есептеп квадрат теңдеуді шығарамыз. Есептеп шығарған кезде дискриминантты табамыз. Дискриминант бойынша Т1-іміз 1-ге, Т2-іміз 3,2-ге тең деген сөз. Міне, график бойынша да дұрыс шықты. Міне, мына жердегі 1-іміз көрініп тұр, ал 3-іміз 3-тен шамалы асатын еді. Ол деген сөзіміз 3,2 деген сөз. Сонда біздегі мәніміз тура шықты деген сөз. Т1-іміз 1-ге, Т2-іміз 3,4-ге. Сонда 18 метр биіктіктегі. Екіншісі 4 секундта ракета қандай биікке көтерілді дейді. 4 секунд бойынша анықтаған кезде біз H-тың орнына, Т-ның орнына 4-ті қойып есептейміз. Сонда бізде 6 шығып тұр. Сонда жауабы 6-ға тең деген сөз. Ал үшіншісінде функцияның графигі қай ширекте орналасқан. Міне, мына графикке қарасаңыздар, бірінші ширекте орналасқан. Екінші ширекте, міне, мына бөлігі екінші ширекте орналасқан. Үшінші ширекте де орналасқан және төртінші ширекте де орналасқан. Сонда жалпы мына график бізде 4 ширекте де қамтыған деген сөз. Үшінші есеп бойынша бірінші, екінші, үшінші, яғни 4 ширекте де орналасқан деген сөз.